Оралхан Бөкей. Ауыл хикаялары. Бастау. Ойлап отырсам, күні бүгінге дейін демек, ат жалын тартып мініп, қолыма қалам, қағаз алып, жазу өнерін қуғаннан бермен, елден ұзап шыққан 20 жылдың ішінде кезекті еңбек демалысымды бірде-бір рет бөтен жұрт өзге жерде өткізбеген екенмін. Кейде биыл көдедей көп демалыс, үйлеріне барайыншақ деп қамданам. Амал не, жеме-жемге келгенде қайдасың ауылым деп аңырата тартамын-ай. Туған жер, өскен елге. Бұл не? Алабөтен махаббат па, жоқ болмаса қолдан жем жеген құстың алысқа ұшпайтыны сынды үйгіштік пе? Ол жағын әлі күнге жігін аша түсінген емеспін. Әйтеуір қолым босаса болды, аңсарым ауылға ауатта тұрады. Содан соң жан-жарым Айманды ертемін де ауылға тартам. Мен ауылға барған сайын сол бір беттері күнге тотыққан, тіпті қалай болса солай киіне салатын, шаруа баққан жерлестерімді көрем. Қол беріп амандасамыз, баяғыны еске аламыз. Той-томалағы болғандарға құтты болсын, ал өлім-жітімі барларға көңіл айтам. Қаладан көлеңкеде өскен шөптей сарғыш тартып оралатын мен, өз замандастарымнан әлдеқайда жас кеспірме қарап, ақсаусақ қаратаяқ пошымнан ұяламын да. Ұялғаныма көрінсін, кейінгі жылдары әкемнің ескі құсқы киімдерін киіп алып, қарапайым көрінгенсіп жүрмін. Сонда ауылдастарымның тайға таңба басқандай артықшылығында сезінуші едім. Олардың өңі қартайғанымен, мінез құлқы сол қалпында қалғанына қайран қалатынмын. Ал бізше, заманның ағысы, уақыттың ығына қарай әмәнді өзгеріп отыратын модалы мінез тауып алған жоқпыз ба осы? Қайдан білейін? Ендеше өзімнің анық білетінім, өмір бақида өз болмысын сақтап қалатын ауылдастарым жайлы әңгімемді бастайыншы. Апамның астауы. Ол кезде мен бала едім, апам жастау еді. Әке-шешеміз қиыр жайлап, шет қонып мал соңында жүретінде, айында жылында ғана болмаса, бет-жүзін үнемі көре бермейтінбіз. Соғыстан кейінгі жылдарда есін жиып, езілген еңсесі көтеріле бастаған елдің берекелі де бейбіт тірлігі, жар жағасында отырған жалғыз үй әрине бізге де ортақ. Қос бөлмелі шатырланбаған тоқалағаш тамның маңайы қысы-жазы жыбырлаған, айғайлап шулаған балалардың базарына айналатын. Біздің үйден тас лақтырым жерден арқырап ағып жатар, ағыны қатты бұқтырма, жаз шыға суға шомылған, қыста сырғанақ тепкен баланың жер-көкті шарқ ұрып шарласа таба алмас қызыққа толы мекен еді. Тоң боп қатқан пимасын, сүңгілесе су болған көйлек дамбалын біздің үйге келіп кептіретін. Сонда апам менің ғана емес, мұқым ауыл балаларының абзал анасы сықылданатын. 15 жасыма дейін апамның қойнына жаттым. 15 жасыма дейін әкенің, шешенің кім екенін білмей, сол айналайын апамның тәрбиесінде өстім. 15 жасыма дейін апамның етегіне жабысып, соңынан қалмай бүлкектеп құлындай еріп ер жеттім. Сол кісімен жүрсем, мал сойған үйдің құлағы, тәттісі мен дәмдісі менің аузыма тиетін. Мен ол кезде апамның өмір тарихын, тіпті кім екенін білмей, алаңсыз шуақты күндерге марқайып маңар едім. Бүгінде көз алдымда ары қашан кемпір, тарамысты мықты саусақтар, ернімен егін күйік шалып тыртықтанған әдемі ажар, кимешегінен дудырап, шығыңқырап жүретін ақ шалмаған қара бұйра шашқана менің көз алдымда. Қандауырын қайрап, басының қаны тасыған, еркек ұрғашының кеудесіне мініп, арам қанын ағызып тұрған, немесе тері илеп, қан төгіп отырған, жүн түтіп, арқан ескен, жіп иіріп алаша тоқып, оюлап сырмақ тігіп отырған апам. Ертеректе қазақ әйелі не істеу керек болса, түгел қолынан келетін апам. Қазақ әйелінің ғана емес, ер азамат атқарар істі қаранардай қасқая көтерер апам. Жаз шыға бәріміз, әпкелерімді айтам, апам есіп берген жіпті алып, тоғайға отынға аттанатынбыз. Бір-бір арқа отын көтеріп ең алды апам, содан кейін құндыздай шулаған біздер күліп ойнап келе жатар едік. Ол шақта қыстық шөпті де ала жаздай арқалап тасып, қораны маяға толтырып қоятынбыз. Қысқы соғым мен ұн ғана әке-шешеміздің мойнында. Огород, шұрқыраған қаз тауық, 2 сиыр мен ұсақ малымыз бар. Ол кісілерге зиянымызды көп тигізбейтін едік. Шынымды айтсам, бізді ғана емес, ертеректе әкемізді, оның іні қарындастарын асыраған апамның теректен ойып жасаған келісі мен ескі астау еді.
Осы келімен астау тіпті әкемнен де үлкен. Апам Алтайдың арғы беті төркіннен ала келген аса қымбат заттары болатын. Апамның біздің атамыз дос марқұмға ұзатылуда қызық. Кейде әсіресе қазіргідей қараша туа темір пешке отты маздатып жағып тастап, пештің жыртығынан саулаған жарық түсіп, ала көлеңкеленген қоңыр үйде отырып, апамның әңгімесін тыңдайтынбыз. Тегінде ол кісі әңгімеге сараң, көп сөйлемейтін, тек өз ісімен ғана жүретін, қақ соғы жоқ инабатты жуас адам еді. Дүниеде өсек аяң, қулық сұмдықты білмейтін, не болмаса тірі пенденің бетіне «Әй, сен сондайсың» деп қарамаған, немесе тірі пендеге тілі тимеген, жарықтық, ораза намазы бұзылмаған, таза да тәкаппар әйел еді. Бала кезімізде байыбына барып бағамдамадық па, бізді қойып бүкіл ауыл аймақ, тіпті қазақ елі ең соңғы қасиетті әйел, тұрмыстық салттық өмірдің этикалық, этнографиялық, тіпті археологиялық байлығынан айырылғанын білді ме? Қазір ойлайым, егер қазақтың әйелдері атқарар бүкіл ісмерліктің қолөнер институтын немесе фабрикасын ашып, менің апамды бастық сайласа, тұтас бір 10 саусағы өнер ұрпақ дайындап шығарар еді. Иә, ол кісі тірі кезінде ешкім елеп ескермеген алтын қолды құдіретті әйел еді. Қазақта осыншалық мықты, осыншалық ақылды ұлы әйелдер болғаны қандай жақсы. Бірақ біз 20 ғасырдың азаматтары көп ретте осындай асылымызды байқамай айналып өтер едік. Айырылып қалған соң ғана айы өтіп сан соға өкінер едік. Өзгені қойып мықтымсып жүрген мына менің өзім сол апамнан тірі кезінде неге ғана бәрін киіз басып, үй тігуді, арқан есуді, терилеп өңдеп киім тігуді, алаша тоқып өрнектеп сырмақ тігуді, саба, сүйретпе, торсық істеуді тәптіштеп жазып алмадым. Енді міне, қолымызды мезгілінен кеш сермеп отырғанымыз. Енді міне, бұзау өлген сиырдай тұлыпқа мөңіреп, жыртық астаудан апамның алақанын, апамның қауыздаған талқан тарысын іздеп тамсанып отырғанымыз. Білем, жер-көкті шарлаған қорқытта, ажалдан қашып құтыла алмаған білем, мың жасаған Лұқпан хәкім де өлмеудің, өлтірмеудің амалын таба алмаған. Адамзат өлу үшін туарын, бәрін білем. Құдай-ау, мәңгілік тіршіліктің жоғын сезе тұрып, апам сынды адамдарды жер басып жүрген кезінде неге ардақтамадық, неге бағаламадық? Хан көтеріп пір тұтудың орнына шікірейіп жүріп өлтіріп алдық. Егер олар ортамызда жүрген шағында ардақтап, әр сөз, әр ісін жоқ дегенде үйреніп үлгерсек, өлмегені ғой, өлтірмегеніміз ғой. Ал біз тірі кезінде ақ өлтіріп аламыз. Қазір апам жоқ. Қара жер қойнын алған. Былтыр мен кигізген атлас көйлекті ала кеткен жоқ. Арулаған адамдар киіп жүр. 80 жыл жолдас болған жыртық астауда қаңсып қалды. Әне, қаңсып, итаяқ болып қалды. Әне, апам ала кеткен жоқ. Иә, сонымен қараша туа, от маздатып, қарағайдың шәйірін жалмаң-жалмаң шайнап, екі бүйірі жон арқасы нарттай қызарып кеткен, темір пешке шырт-шырт түкіріп шыжылдатып отырған тәмәм баланың ортасында қарқарадай қасқайып отырар апам менің, қап-қара болып тілім-тілімі шыға жарылған аяғыма қаймақ жағатын. Қаймақ тиіп удай ашығанда шыбын жаным шырқыраушы еді. Қаздың балапанындай алқа қотан жайғасқан немерелерін айналып толғанған әжемнің тек қарашада қылаулап алғашқы қар жауғанда ғана айтар әңгімесі ағыл-тегіл. Оның ақылы жүздеген ұстаз, мың сан мектептен артық, тәрбие деген ұғымның асқаралы таптырмас үлгісі екенін қайдан білейік. Дүние жүзінде апамның қойнынан аңқып шығар әжелік иістен жағымды не бар екенін жалғанда. Бұл жалғанда картопты тіліп жіберіп, қызара бөрткен темір пешке қарып жегеннен дәмді не бар ау? Бұл жалғанда қас қарая малды жайғап келіп, апамның айналасында тырайып жатып, әңгімесін тыңдағаннан қымбат сәттер табыла ма? Қайта айналып келер ме? Апам Алтайдың арғы бетіндегі Керей елінің қызы. Әкесі аса бай болған, текті тұқымның тұяғы. Апам еркелеп өскен жалғыз қызы. 15-ке толған соң іргелес байдың ұлына жасауын беріп сыңсыта ұзатқан екен. Өз заманның аса көрікті қызы, әрі 10 саусағы өнерлі апам
босағаға кірген бірер жылында-ақ маңғаз инабатты пысық келін атанады. Содан бір күні екі кештің арасында басқа ауылдан сый қонақтар келіп, тай сойып тайқазан ет асып жатқан шақта, жер ошақтағы отты үрлей берем дегенде, апамның шылауышына шала тиіп лап етіп жанады. Тыртыстыра тар киген екі жақтауы зерленген кимешек шылауыш шешілмей, бет-аузы түгел күйіп қалған екен. Күйеуі де ізгілікті жақсы жігіт болған. Алтай емдетіп, шыбын жанын аман алып қалыпты. Келіншегім жарымжан болып қалды деп кезептенбей, тату-тәтті өмір сүріпті. Алайда бір жылдан соң өзі дүниеден қайтып, жесір қалған апам төркініне оралған. Осы шақта Алтайдың теріскей бетіндегі Әбдікерім болыстың би атанған жақ жоқ шешен жігіт біздің атамыз достың қатыны өліп, қыз таңдап бұлаңдап, қыр қыдырып, жер сыдырып жүрген. Әрі сері, әрі атақты, салт басты сабо қамшылы жігітке тиеміз деп, бүкіл Қаратай елі қыздары қырылып қала жаздапты. Бірақ біздің атамыз бірде-біреуін менсінбеген. Сол менсінбеген қалпы ауылдағының аузы сасық дегендейін Алтайдан асып арғы беттегі керейден жартаңдайды. Күйеуі өліп, бет-аузын күйік шалған апамды көріп, атының артына мінгестіріп, бірақ түнде алып қашып кеткен. Дос келіншек әкеле жатыр, қырмызыдай құлпырған, бізді көзіне ілмеп ет, керейден алған қызы аймен күндей сұлу шығар, көрелік деп алдынан шықса, ерні салпиған тыртық біреу екен. Тәмәм қыз бетін шымшып күліпті. Сонда атамыз айтыпты: «Ей, Қаратайдың қатын қыздары неменеге жетісіп күлесіңдер? Менің келіншегім, келіңнің қыздары мынау ма деп сендерге ернін шығарып отыр» деп сөз тауып кеткен екен марқұм. Темір пеште маздай жанған отқа талтая қыздырынып, ала-көлеңке ағаш үйде апамның тізесіне басымызды қойып, мұрнымыз пысылдап ұйықтап қалушы едік. Қашан өзіміз оянғанша тырп етпей ұйқымызды күзетіп отыра берер еді жарықтық. Апамның қайсы бір мықтылығын айтып тауысайын, дегенмен бір-екеуін сіздерге әңгімелеп бермекпін. Әкем ынтымақ колхозының сиыр фермасында бастық болатын. Ауылдан 10 шақырым қара жер деп аталатын фермада тұрады. Шешем сиыр сауат. Бұл қыс мекендері, ал жаз шыға жайлауға көшіп кететін. Жаздың жайма-шуақ бір күнінде үйге сиыршы шал жүніс келеді. Тауға көшкенде аяғы құрттап, жүре алмай қалған қарабас қойды қозысымен жұртқа қалдырып кетіпті. Бір лажын тауып соны жеткізіп алсын. Содан соң қара жерге егілген картошканың арам шөбін жылып, суарып, қопсытып түптесін деген хабар айтыпты. Таңертең апам екеуміз жаяу жолға шықтық. Күн ала бұлтты болғанымен қапырық ыстық еді. Біз қара жердегі шілікке салған картошка алқабына жеткенде күн түске айналған. Бағанағы шайдай ашық аспанды қара құрым бұлт торлап, әп-сәтте күннің көзі көрінбей қалды. Мен шөбін отап, апам түптеп, лезде бітіріп тастадық. Біздің осы жұмысты аяқтауымызды күтіп тұрғандай, әлгінде ғана тас төбеге ілінген қара бұлттан бауырсақтай бұршақ төпелей жөнелді. Апам ұстарамен күні кеше ғана жылтыратып, алып тастаған тақыр басымды ұрғылағанда, тулаққа тиген сабаудай тарсылдақ үн шығады. Апам желеткесін шешіп басыма жапты. Ала жаздай сиыр фермасының күзетіне қалатын Қашыбай деген шал отыратын қыстаққа қарай безектеп келеміз. Жалғыз үйлі шалдың өмір тарихы жеке бір кітаптың жүгі. Жарты ғасыр 9 жолдың торабында жылжымай мекен етіп келе жатқан ақсақалдың бар ермегі, әр өткен бер өткен жүргіншінің пикет жайы болу, үйіне түнетіп жол нұсқау болатын. Апам екеуміз осы үйдің табалдырығынан аттай бергенде, әзірде ғана төбеден төпелеп тұрған бұршақ сап болды да, шығысқа қарай қарақұрым көшіп бара жатқан. Қашыбай төр алдында дамбалшаң, ергіңкіреп бәйбішесі Мәмәтайды түрткілеп ойнап отыр екен. Біз кіргенде кәдімгідей қутыңдап қуанып қалды. Зерігеді білем, 70-ке жақындап қалса да дені сау, қапшағай шапшаң, саңқылдап сөйлейтін қағылез адам екен. «Кеспіріңнен айналдым, кеспіріңнен» деді апама. «Судан шыққан су тышқан секілсің ғой, төрлет, төрлет!» Сақалы тұштаңдап өзі төмен ысырыла берді. «Мені қойш, сен екеуміз тоқпақтаса да өлеміз бе? Балам тоңып кетті» деді апам менің басыма жапқан желеткесінің суын сығып. «Ұлыңды мен ақ киізге орап тастайын. Шешесінің құрсағында жатқандай рақаттанып босансын» деп Қашыбай отырған орнынан қарғып тұрып, ірге тұста керіскеде жиналып тұрған жүктен әппақ киізді суырып алды. «Кел балам, орап тастайын,
шеш үстіңдегі қомшаңды. Мені тыр жалаңаш шешіндіріп, киізге тұмшалап бөлеп тастады. Әрі-бері мұрныма қой жүнінің шуашы келіп маужырап, көзім бақырайып жаттым да, бойым жылынған соң ұйықтап кетіппін. Оянғанымда апамдар шай ішіп отыр екен. Қамшыбай бізге ат арбасын бермеді. Тақыш шал, тоғайда жиып қойған отыным бар еді, соған асығып барам деген соң, апам шындап ренжіді білем, кішкентай қозыны маған көтертті де, өзі тобан аяқ болып бас алмай жатқан зіңгіттей саулықты арқасына бір-ақ салды. Алдыңғы екі сирағынан ұстап, жас балаша арқалап алды да, кеттік ұлым деді маған. Мен ол кісінің артынан қозымды құшақтап, бүлкек-бүлкек еріп келем. 10 шақырым қашықтықтағы ауылға апам 5-6 рет дем алып жетіп-ақ келді. Сонда менің көз алдымда қалғаны, апамның көкжайсаң шалғынды қақ жарып, менің алдымда батар күнді бетке алып, қасқая тартып бара жатқаны. Қасқая тартып бара жатып, арқасындағы саулықты былқ еткізіп тастай беріп, тоғай ішіндегі қара суға барып дәрет алғаны. Содан соң батар күнге бет беріп, намаз оқығаны. Намаз оқып, көк шалғынға бір жығылып, бір тұрып, қып-қызыл күн нұрымен шағылысқан қайран апам осы қалпында қара жерге, туған жерге табынғандай еді. Енесіне тартқан қарабас қозыны құшақтап отырып мен, апамның дүние жүзіндегі ең күшті адам екеніне күмәнім қалмаған. Біз үйге жеткенде жолда ешкілерді айдай келдік. Екі сиырды бұзау еміп тұр екен, ал ағаш үйдің есігі шалқасынан ашық. Масақананы құрып, әпкелерім тұлыпқа оранып ұйықтап жатыр. Апам оларға ұрысқанда, тіпті ұйқысынан бұзып оятқанда жоқ. Бүкіл шаруаны өзі тындырып, тек кешкі асқа ғана шақырды. Апам менің. Жаз өтіп, қылышын сүйретіп қыс келді. Орман тоғай, тау тас аппақ. Алтай өңірінің әрі жүдеу, әрі көңілді шағы туды. Апам етегін дөңгеленте, белін қынап тігіп берген қарағайдың қабығына бояған қызыл тонымды, тері қолғабымды, елтіре тұмағымды, табандатқан ақ пимамды киіп, қол шанамды, оны да қайыңнан иіп шабақ салып апам істеп берген, сүйреп ойнауға шығам. Сонда Шәгіштайдың өзім секілді бар баласы маған қызыға да қызғана да қарайтынын сезетінмін. Жағымсып менімен дос болуға, менімен ойнауға құштар екендерін біліп, танауымды шүйірем. Кеше әкем келіп кеткен, астында биік таудай ақ боз аты бар. Жеңеше, деді апама. Неге жеңеше дейтінін білмейтінмін, өйткені шешемде солай айтатын. Ертең таңертең сиыршы шал жүністі жіберем, соғымды сойып береді. Осыдан бір апта бұрын сол жүніс шал ту сиыр жетелеп келіп, қыстай осыны жеп шығасыңдар деп еді. Енді сол сиырды сойып мүшелеп бермек. Жүніс келет деген күні апам су жылтып пышағын, сиырды жығатын арқанды даярлап көп тосты. Келмет. Шыдам әбден таусылған соң, жүр ұлым, өзіміз ақ сойып аламыз деп, қоңыр сиырды бас жібінен жетелеп қорадан шығарт. Бұдан соң тұмсығына шалып, мүйізінен діңгекке тас қылып байлат. Қыл арқанмен сиырдың аяғын іліп алды да, діңгекке бір рет орап, бар күшімен тартып қалғанда, еңгезердей қоңыр сиыр гүрс етіп құлап түсті. Апам діңгектен шандып алған арқанды сусытып, тартып тұяғын серпуге келтірмей, буып-ақ тастағаны. Сиыр шоршып болмаған соң, құйымшағынан жабысып едім, сонандай жерге ыршыта лақтырып жіберді. Жолама, мертіктірет, деді апам. Ал өзі соншалықты көз ілеспес, шапшаң қимылмен сиырдың төрт аяғын қазық баулап байлап жүр. Содан кейін тұмсықтан оралған жіпті соза тартып, сиырдың тамағын керіп тастады да, жез мойын мүйіз сап пышақты маған ұстатты. Шошып кеттім. Қорықпа ұлым, деді апам. Әйел адам мал бауыздамайды. Сен азаматсың, кәне, мықтап ұста. Қолым дір-дір етеді. Апам менің кіп-кішкентай жұдырғымның сыртынан өзі қарулы тарамыстанған саусақтармен қапсыра ұстады да, бұлқынуға дәрмені келмей, теңкейіп пысылдаған сиырдың тамағынан орып жіберді. Қып-қызыл қан атқыладай. Енді былай тұр, бір жеріңе қан тиеді, деді де, мүйіз сап пышақты жалаңдатып, қоңыр сиырдың быт-шытын шығарды. Әп-сәтте терісін сыпырып, бұзып мүшеледі, тұздап салмаға жайып тастап, астына түтін салды. Мен өкпе бауырдан қуырдақ қуырып әлекпін. Содан бар шаруаны бітіріп, сиырдың терісіне тұз сеуіп жайып, қара бетіне тамған қан жынды тазалап, шайға отырғанда, сабақтан жүгіріп әпкелерім фермадан тепеңдеп жүніс шал келді. Соғым сойып беруге әкем жіберген сиыршы
Бу бұрқыраған ыстық қуырдаққа кекіре тойып алды да аманда ауылына қайтты. Апам менің. Үлкен әпкем Шолпан қоңыр сиырды соғымға сойған жылы қыста күйеуге қашып кетті. Қашып кеткенде де басқаға емес, жуықта әскерден оралып, ауылда шофер болып жүрген баяғы бекетші шал Қашыбайдың көп ұлының бірі бадырақ көз төртбақ Әутәліп алып қашып кетіпті. Әкем мен шешем алғашында оң жақтағы тұла бойы тұңғыш қызынан айырылып қалғанына намыстанып, қатты ашуланғанымен, артынан кетер қыз кетті деп жасау жабдығына кіріскен. Әрине, жасау дегенде сырма, қалаша, көрпе жастық секілді үй жиһазының ол пұлы о кезде тек қана қолдан тоқылып тігілетіні белгілі. Апам Шолпанның мұқым тең-тең жасауын бір айдың ішінде дайын етті де шанаға тиеп, маған аттың делбесін ұстатып, құдаларға аттанды. Шырмауық салып балмен ашытқан сары сыраға қызара бөртіп алған құдамыз Қашыбай шал атбайлары мықты тәуір жердің қызын келін қылып түсіргеніне қатты риза болды. Өткен жылы жазда асқақ қойды апама жаяу арқалатып жібергеніне, ат арбасын бекер бермегеніне өкінді. Өзі қутаңдап қарқ-қарқ күліп қояды. Апама торқадан көйлек кигізіп, менің қолыма 10 сом ақша, қазірше 1 сом ұстатты. Мен мәз болдым. Өзім өз болып қолыма ақша тигені сол еді. Ышқырымдағы асық салатын қалтаға жымқырып жүгіртіп жібердім де, үйге апамды тастап жаяу қашып кеттім. Апам кештетіп өзі келді. Сол күні түнде мен апамнан мүлде бөлініп шығып, қойнына жатпай, шалбарымды жамбасыма басып жеке ұйықтадым. Ондағы жымсыма ойым, апам құдалар берген 10 сом ақшаны сұрап алып қояды деген қауіп. Сонда маған, әпкеңді үйге қайтарамыз, 10 сом ақшаны бер десе, азар да безер қарсы болар едім-ау. Сонда мен әпкемді 10 сомға сатып жібергендей едім. Апам ләм-мим деген жоқ. Қойныма жат деп те айтпады. 10 сом ақшаны тақуалап сұрамады. Сол күннен бастап қулық сауып, ер жеткенімді білдім. Сол 10 сом ақша апам екеуміздің арамызды аша түскендей болды. Мен бөлек жатып жүрдім. Бір ай жамбасыма басып сақтаған қағаз ақша сары тап болып тозуға айналғанда жоғалтып қалғаным. Әрине апамнан көрдім. Не деген бекершілдік, не деген пендешілік десеңші. Апам менің. Ер жеттік, білім алып қызмет атақ қудық. Ауылдан ұзап апамнан алыстап Астанаға аттандым. Апам Жеңісхан деген ұлының қолында тұрып жатты. Анда-санда ауылға барғанымда өз үйіме түсіп, апам өзі келіп амандаспаса, шіреніп жатып алатын едім. Мен сонда ауылға келіп кетіп жүріп әкемдердің аузынан апамның тіпті де менің әжем емес, шалы, дос марқұм болғаннан кейін ғана біздің үйімізде бірге тұрғанын, әкеме шеше орнына шеше болып кеткен жеңгесі екенін білдім. Ал дос пенен менің әкемнің әкесі Исақан бірге туысады екен. Мен сонда апамның соншалықты алыс, тым-тым алыс екеніне көзім жеткенімен, иланбай жүрегім бәрібір баяғы кезді, апамның жылы қойны аялы алақанын аңсаймын. Өткен жазда апам түсіме кірді. 80 жыл жолдас болған жарық астауына арпа салып, қауызынан тазартып желпіп отыр екен. Маған айтады екен дейм. Құдалар берген 10 сомды үйде шай жоқ болып қалған соң мен алған едім. Ертеңіне мазам болмай көңілсіз ояндым да әйеліме: демалысқа шығайық, ауылға барайық. Апам түсіме кіріп жүр. Сен таза матадан көйлек сатып әкел деп едім. Неге екенін білмеймін, жүрегім толқып, соншалықты бір белгісіз күш ауылға асықтырды. Неге екенін білмеймін, үйге келген соңда баяғыдай аяғымның басын қайқайтып жатып алмай, тағат таппай апамның үйіне қарай құстай ұштым. Есік алдында немерелерін ойнатып отыр екен. Менің екі бетімнен кезек сүйіп: апаңды ұмытайын дедің-ау құлыным, мұрныңнан сығып алған бала едің деп көзіне жас алды. Шай жасала бергенде таудан отын алып Жеңісхан келді. Апаң бұрынғыдай емес, қартайды. Екі тізем бастырмайды. Әйтпесе сарайым сау, түсім бүтін. Менің есіме апамның 5 уақыт дәрет алып, намаз оқыған сайын тісін тұзбен ұсатыны, тіпті осы кісінің 80-нен асқан жасқа дейін бір жерім ауырды, не шаршадым, жалықтым деп қабақ шытпағаны түсті. Рас, шын айтам, апамның тісі әлі де маржандай екен. Рас, шын айтам, апам бұл дүниеде жалғыз рет дәрігерге, болмаса бақсы балгерге қаралмай, сау саламат өте шықты. Тамақ жасалып бата берді. Әр ұзақ оқыт, батасы қандай мағыналы мақамды.
Мен апамды дәл бүгін бөлекше танып, көп қадір қасиетін қайта сезгендей болдым. Ымырт үйірле үйден шықтық. Жеңісхан айтты: Шербекті аран айтам, әлі күнге дейін апам қайрайды. Мен егесем, отын кескенде не секіріп жүрмейді, не өтпейді. Көзі әлі де жақсы көреді. Кеше ғана оюлап ызып сырмақ бітірді. Түске дейін киіз басты. Қызық әйтеуір тыныш отырмайды. Ертеңде күн барау демей, бұзаудың мойын жібін есіп ноқта істейді. Қолы босай қалса ауырып қалатын секілді. Жеңгең иек сүйеп жаман үйреніп кете ме деп қорқам. Қанжығаға байлап жүреміз бе, жаман айтпай жақсы жоқ, бір күні қисайып қалса. Апам мықты ғой, дедім мен жамандыққа қимай. Апам 100 жасайды. Ертеңінде таңғы сағат 8-де Жеңісханның үлкен қызы жылап жүгіріп келді. Апам ауырып жатыр. Біз алғашында сеніңкіремедік, тек шешем ғана: жеңешемнен айырылып қалмайық, кісі шақыртатындай қатты ауырған емес еді деп тұра жүгірді. Бәріміз шұбап жеттік. Апам өзінің ағаш төсегінде, кеудесі сырылдап, құрғыр етіп теріс қарап, бүк түсіп жатыр екен. Көзін алайта ашады да қайта жұмады. Тіл аузы байланған, келгендерді танымады білем. Әкем екеуміз басын көтеріп, сусын ішкізіп едік, езуінен қайта ақты. Балалар улап-шулап, бәріміз жылап жүрміз. Жеңеше, деді шешем, тарамыстанған арық қолынан ұстап. 50 жыл бірге өмір сүріп едік. Жамандығым, ағат кеткен жерім болса кеш жеңеше. Ораза намазы бұзылмаған асылым деп, көзіне жас салып қолынан сүйді. Әлгіден бері кісі танымай, кеудесі сырылдап, іргеге қарап жатқан апам күшпен аунап, шалқалады да иегін қақты. Сонан соң әрең кестім, деді де көзін қайта жұмды. Дәрігер шақыртайық деп едік, басын шайқады. Содан соң өзі ымдап, дәрет алмаққа ниет қылған соң, біз шыға тұрдық. Біз қайта кіргенде, апам төсекті жерге салдырып, шалқасынан жатқан екен. Кірме деген үлкендер сөзін тыңдамай, жанына тізерлеп отыра кеттім де, құдіретті саусақтарын ұстадым. Суып барады екен, суып. Апам күбірлеп: илайлалла, илайлалла, илайлалла деп иман айтты. Апам өз иманын өз оқын. Апам өз жаназасын өзі шығарып жатқанын сездім. Ендігі сәтте шешем, апаңнан айырылдық деп бісміллә деген күйі, әлемдегі ең ұлы аналардың бірі, апамның бетін жапты. Үйдің іші ұлар шу, қым-қуыт. Апам менің, өлдің, ауырмай сырқамай, бір тісің шетінемей, алла белім демей, 89 жасыңда өз иманыңды өзің айтып өлдің. Апамды арулап, сырмаққа орап, зузаға салып көтере жөнелгенде, үйдің бұрыш-бұрышында апам-ау, апам деп зар еңіреп немерелері қалды. Маған зузаның ең бір маңдай басы тиіп еді. Ағаш сырғауыл иығыма батып, жанымды шығарса да шыдадым. Мен шыдайды деп жорамалдады ма, әлде әдістеніп келеді ме, арттағы азаматтар бекер ұстасқаны болмаса, көп күш жұмсамай, бос келе жатқанын сездім. Өлген адамның сүйегі ауыр болады деген рас екен. Шүйкедей ғана кемпірді сойталдай 10 жігіт мықшыңдап әрең көтеріп келе жаттық. Апамды үйінен, қара орманынан, ел жұртты шулатып, ала қашқан шеру жаңадан қазылған жас қабірдің басына келіп тоқтап, сүйек салынған зузаны жерге түсірген соң, біздерге бір сомнан ақша таратты. Менің де үйіп қалған алақаныма жұмарланған 1 теңгені ұстата салғанда, жүрегім дір ете түсті де, көзімнен жас ыршыды. Менің есіме сонау балалықтың алаңсыз жылдарында ақшамды алып қояды деп, апамның қойнына жатпай, бөлек кеткенім есіме түсіп еді. Енді міне, мойныма қарыз болмасын дегендей, сол бір қайнатым шай алған 1 сомды өзіме қайтарып тұрғандай сезіндім. Өз-өзімді тоқтата алмай жыладым. Қара жер томпайғанша жыладым. Ертеңінде ескі қораның бұрышында төңкерулі жатқан апамның астауын алып, Алматыға қайттым. Апам менің, сенен не қалды? Жарық астау ма? Иә, адам өмірі де сол жарық астау секілді қаңсып қалады екен ау.